Қайырлы күн, құрметті кітап сүйер оқырман. Бүгін сіздерге журналист, ақын, аудармашы, қоғам қайраткері Ғайни Жамал Сайманқызы Бердалинованың 80 жылдығына арналып отырған Тобылдың аяулы ақыны атты бейне деректама ұсынамыз. Ғайни Жамал Бердалинова ана тілімізді ардақ тұтқан, қалам ұстаған талай уыз жастарға тәлімгер ұстаз болған, қоғамда болып жатқан үлкенді кішілі оқиғаларға үнемі үн қосып, бүгінгі болмысқа өзінің ой пікірін білдіріп жүретін, кейде тіпті ағысқа қарсы жүзіп, бетім бар, жүзім бар демей, турасынан тартатын қайраткер тұлға. Ғайни Жамал Бердалинова Қостанай таңы газетінің бетінде жас қалам атты айдар ашып, төңірегіне жап-жас жазуға икемі бар жастарды топтастырды. Ол қыздар тәлімгер апаларының ақыл кеңесіне құлақ аса жүріп, қаламдарын ұштады. Солардың көпшілігі бүгінде белгілі ақын жазушылар. Кейін Ғайни Жамал Сайманқызы құрған Тазабұлақ қоғамдық қоры бүкіл облысқа, қала берді елімізге белгілі болды. Бұл қор ұлттық салт-дәстүр, ұлттық сана, ұлттық мәдениетті орнықтыруға, оны халық арасында кеңінен насихаттауға мұрындық болды. Облыстық іскер әйелдер қауымдастығының мүшесі Ғайни Жамал Бердалинова осындай тынымсыз еңбегі үшін республикалық дәрежедегі ажар сыйлығына ие болды. Бұл ақынның ажарын ашқан, абыройын асқақтатқан жүлде еді. Ғайни Жамал апамыздың журналистік және қоғамдық жұмыстарда алған әртүрлі сый-сияпаттары да аз емес. Дегенмен қайраткер қыздың ең басты жетістігі оны ұстаз тұтқан өрім жастардың ыстық ықыласы мен шынайы сүйіспеншілігі еді. Тазабұлақтың каусар суына шомылып, соның ұранымен ер жеткен, бой жеткен ол қыздар бүгінде Ғайни Жамал десе ішкен асын жерге қояды. Жанашыр жанды құрмет тұтып ардақтайды. Ақын апаның алғашқы жыр кітабы бұдан 20 жылдай уақыт бұрын шыққан еді. Оның тұсаукесерін Жітіқара ауданында сол кездегі әкімі Айтқожинов ерекше сән салтанатымен өткізіп еді. Одан бері де қаламгер қаламынан талай туынды туды. Дегенмен Ресейдің Орынбор облысында туып, сонда өсіп бой жеткен Ғайни Жамал институтта орыс тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі мамандығын алса да, бертін келе өз ана тілінің, қазақ тілінің айтылу маманы болды. Бүкіл шығармаларын қазақша жазды. Ұлтымыздың жоғын жоқтаушы, мұнын мұндаушы тұлғаға айналды. Қайтпас қайсарлығы мен мұқалмас жігері, қоғамдық белсенділігі айналасындағыларды сүйсінтпей қойған емес. Өмір ағынына ілесіп кетуді емес, бөлек арна салып өтуді мұрат еткен жан өз арманын орындалды деп санайды. Әрине, әттеген айлар да аз емес шығар. Әйтсе де ел мүддесі үшін жасалынған еңбек естен өшпек емес. Міне осындай қажыр қайрат есіне зор денсаулық, баянды ғұмыр тілейміз. Күн сайын жазам өлең, қоя алмаймын. Жетелеп ағарманым қиялдаймын. Шабыттың толғағы кеп қинағанда кең сарай, ақ отауға сыя алмаймын. Кей күні күлер жайға күле алмаймын, кей күні көздің жасын тия алмаймын. Толқын сезім арнадан асып кейде жырымның етек жеңін жия алмаймын. Көнеме нөсер өлең тізгіндеуге, рұқсатсыз ұйқымды бұздың деуге, көңілдің ерке құсы қонса қайта, жаз болып жадырайды күзің кейде. Адам өтер өмірден қонақ болып, сусында тар өлең жыр бұлақ болып, сұлу саз әсем жырдан алып ләззат, бұлдыр тірлік кетер ақ жұмақ болып. Ендеше жазам өлең, қоя алмаймын, сөз өнер қызығына тоя алмаймын. Лапылдаса жүректі жыр алауы, өлеңнің от жалынын жоя алмаймын.